Так, Audi A4 автокөлігі. Бұл жерде біз дополнительный доп функцияларын қосып жатырмыз. По умолчанию өшіріле тұратын. Олардың біреуі, мысалы, мына щиток прибордағы стрелкалардың зажигание ашқан кезде барып келеді жоғары. И тағы бір функция, задний ходқа қойған кезде ана жақтан оңға қарай қоясын. Заднийға қойған кезде мына оң жақтағы боковой зеркало астыға қарай түседі. Сондай функцияларды жасадық. Жұмыс қазір біз бұл көлікті уже жасап қойдық. Зажигание ашып, өшіп қойшы. Осы функциясы. Оталдырып жаңағы мен артқа тересін. Өзгертеміз. Қазір ерге қояды. Бізден астыға қарай түседі. Нейтралға қойған кезде қайттан орнына келеді. Сол функциясы бар. Енді примерно қалай біз жасап қойдық бұл жерде. Қалай болатынын көрсетейік. Кіреміз. Бұл жерде щиток приборға кіру үшін 17-ге инструментке кіреміз. Вася диагностың ағылшынша түрі программа. Кодингке кіреміз. Кодингке кіреміз. Осы жерлерде, мысалы, бұл жерде өзгерткеніміз байт 1, GOG тест, нет, актив дегенді өзгерттік. Келесі. Бірінші водительский кіресін. Тоже кодингке кіресін, тоже long кодингке кіресін. 4-ші байт. Бәді? 4-ші байт. Не, 4-ші байт. 2-ші байт 2. Байт 2-ні өзгертесін. Бұл водительский есіктікі. Сосын шығып. Пассажирский есікке кіріп. Кодирование. Байт 4. То же самое. То же самое. Байт 2 болса керек, иә. Так, біз нені қайда істедік? Осы задний бет. Вот, осындай программа арқылы жасадық.